277 есепте ең үлкен ортақ бөлгішін табу керек. Ол үшін 12 мен 32-ні жіктеп аламыз. 2-ге бөлетін болсақ 6, 6-ны 2-ге бөлеміз 3, 3 3-ге бөлінеді 1. 32 дегеніміз 2-ге бөлінеді, 16, 16-ны 2-ге бөлеміз 8, 8-ді 2-ге бөлеміз 4, 4-ті 2-ге бөлеміз 2, 2-ні 2-ге бөлеміз 1. Екеуіне де ортақ болып тұрғаны ол 2 мен 2, яғни ең үлкен ортақ бөлгіші сонда 12 мен 32-де. Ол 2 көбейтілген 2, яғни 4 болып тұр. Келесі 30 бен 42-ні солай жіктейтін болсақ, 15, 15 3-ге бөлінеді 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1, 42-ні де солай жіктейміз, 21, 21 3-ге бөлеміз 7. Енді бұл жерде ортақ болып тұрған 2 мен 3, сонда бізде ең үлкен ортақ бөлгіші осы 30 бен 42-ні 2 көбейтілген 3, ол дегеніміз 6. Келесі 35 пен 6-ны жіктейтін болсақ, 35 ол 5-ге бөлінеді 7, 1. 62-ге бөлінеді 30, 30-тағы 2-ге бөлінеді 15, 15 3-ге бөлінеді 5, 5 5-ге бөлінеді 1. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші екеуіне 35 пен 60-ға 5 қайталанады, яғни тек қана 5 қайталанып тұр, осы 5-дің өзі ғана болады. 36 мен 63-ті жіктейміз. 36-ны 2-ге бөлеміз 18, әрі қарай осылай жіктеледі. 63 дегеніміз ол 3-ге бөлінеді, 21, тағы 3-ге бөлінеді, 7. Енді ортақтарын қарайтын болсақ, бізде мына 2 рет 3, және мына жерде 2 рет 3 қайталанып тұр. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші 36 мен 63-ге. 63-ні ол осы 3 пен 3-дің бөлінісінен тұрады екен, ол 9-ға тең. Әрі қарай 5-ші есепте 30 пен 45. 30-ды жіктейміз. 2-ге бөлетін болсақ 15, 15 3-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлеміз 1. Енді 45-ті де солай жіктейтін болсақ, ең кіші 3 санына жай санға бөлінеді 15, 15 3-ге бөлеміз 5, 5-ті 5-ге бөлсек 1. Енді қараңыздар, бұл жерде 3 пен 5 ортақ болып тұр. Мұнда да солай 3 пен 5 бар. Енді сонда ең үлкен ортақ бөлгіші 30 пен 45-ге. Ол осы 3 пен 5-дің көбейтіндісі, яғни 15-ге тең екен. 17, 9, 3, 54-ті де жіктейтін болсақ, 2-ге бөлінеді, 27 3-ге бөлінеді. Енді ортақ бізде болып тұрған 3 рет. Мұнда да 3 3 рет. Яғни ең үлкен ортақ бөлгіші 27 мен 54-ті. Ол 3 көбейтілген 3 көбейтілген 3, ол 27 екен. Келесі 42 мен 56-ны жіктейтін болсақ, осы түрде жіктеледі. 56-ны 2-ге бөлеміз. Мұнда ортақтарын қарайтын болсақ, 2 мен 7, мұнда да 2 мен 7. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші 42 мен 56. 2 көбейтілген 7 болды, ол дегеніміз 14-ге тең. 8-ші есепте 80 мен 32-ні жіктейміз. 82-ге бөлсек 40, 20, 10, 2-ге бөлеміз 5, 5 тек 5-ге бөлінеді. Әрі қарай 32-ні 2-ге бөлеміз 16, 2-ге бөлеміз 4, тағы да 2-ге бөлеміз 2. Яғни 4 рет қайталанып тұр. Сол бізде ортақ. Басқа ортақ сандар жоқ. Ең үлкен ортақ бөлгіші сонда 80 мен 32-ге. Осы екілердің көбейтіндісі, яғни 16. 39 3-ге бөлінеді, 13, 13 деп 13-ге бөлінеді 1. 65 5-ге бөлінеді, 13, 13 деп 13-ге бөлінеді 1 болады. Сонда бізде ортақ болып тұрғаны ол 13. Ең үлкен ортақ бөлгіші осы 39 пен 65-ге. 65. 13 болады. Келесі 48 мен 84-ні ортақ бөлгіштерге жіктейтін болсақ, 24, 12, 1 шыққанға дейін жіктей береміз. 84-те солай 42, 2-ге бөлеміз 21, 21 3-ге бөлінеді 7. Енді ортақтарын табатын болсақ, мына жерде 2 рет 2 бар екен, мұнда да 2 рет 2 бар, және 3 қайталанып тұр. Солай қоршап қоямыз. Енді ең үлкен ортақ бөлгіші дегеніміз бізде 48 пен 84-ті. Ол осы 2 көбейтілген 2 және 3, яғни 12 болып тұр. 70 пен 98-ні ортақ бөлгіштерге жіктейміз. 2-ге бөлеміз 35, 35 5-ге бөлінеді 7, 7-ні 7-ге бөлсек 1. 98-ді 2-ге бөлеміз 49, 49 7-ге бөлінеді, 7 7-ге бөлінеді 1. Бізде ортақ болып тұрған 2-лер және 7-лер. Оларды қоршап қоямыз. Сонда ең үлкен ортақ бөлгіші осы 70 пен 98-ті. Ол 2 көбейтілген 7, 14 болады. 3-ші есепте 16 2-ге бөлінеді, 8 8-ді 2-ге бөлеміз 4, 2-ге бөлеміз 2, 2-ні 2-ге бөлсек 1.
45-ті 3-ке бөлеміз 15, 15-ті 3-ке бөлсек 5, 5-ті 5-ке бөлеміз 1. Енді үлкен ортақ бөлгіші 16 мен 45-тікі 1 болады. Төртінші есепте 52 мен 78 жүктейтін болсақ, осылай жүктеледі. 78 2-ге бөлінеді, ол 39, 39 3-ке бөлінеді, 13. Енді ортақ сандарын қарайтын болсақ, ең үлкен ортақ бөлгіші сонда 52 мен 78-дің. Ол 2 мен 13-дің көбейтіндісі, яғни 26 болып тұр. Келесі 5-ші есепте 44 пен 65-ті жүктейміз. 44 жүктейтін болса, еңгісі жай сан 2-лерге бөлінеді, 11 осылай аяқталады. 65 5-ке бөлінеді, 13, 13-ке бөлінеді, 1. Ama 5 пен 13-ке бөлінеді, 10 бөлінеді, дұрыс. Бесінші есепте қараймыз. 44 пен 65-дің ортақ бөлгіштері мына, яғни жаңа тапқанда ортағы жоқ, яғни ол 1 болып қалады. 72 мен 96-ны жүктейтін болсақ, 2-ке бөлеміз. 72 мен 36, 36-ны 2-ке бөлсек 18, 18-ні 2-ке бөлсек 9. 96-ны да солай жүктейміз. Ең кіші 2-ке бөлінеді, 48. Енді қарайтын болсақ, ортақ. Мына жерде 3-2 ортақ болады, және 3 деген сан тағы да қайталанып тұр. Сонда бізде ең үлкен ортақ бөлгіші 72 мен 96-ға. Ол дегеніміз 2-ның кубы, яғни 2-ні 3-ге көбейтеміз, және 3-ның көбейтіндісі. Ол дегеніміз 8 пен 3-ның көбейтіндісі 24. 72 мен 96-ның ең үлкен ортақ бөлгіші 24-ге болып тұр. Келесі 7-ші есепті жүктейтін болсақ, 78 2-ге бөлінеді, 39 болады, 39 3-ке бөлсек 13, 13 13-ке бөлінеді, 1. 117 3-ке бөлінеді, 39 болады, 39 3-ке бөлсек 13, 13 13-ке бөлінеді, 1. Ары қарай 195 3-ке бөлінеді, 65 65 5-ке бөлінеді, 13, 13 13-ке бөлсек 1. Үшеуінде де 3 бар, 3-ті қосамыз. Үшеуінде де 13 бар, көбейткіштерінде 13-ті қосамыз. Енді осы ең үлкен ортақ бөлгіші осы үшеуінің 78-ге, 78 117 195-тікі, яғни осы 3 пен 13-ның көбейтіндісі, яғни 39 болып тұр. Келесі 8-ші есепте жүктейтін болсақ, 154-ті 2-ге бөлеміз, 77 77-ті 7-ге бөлінеді, 11 1. 286-ны 2-ге бөлеміз, 143 11-ге бөлінеді, 13 шығады, 13 13-ге бөлсек 1. Енді үшеуіне де ортақ болып тұрған сандарға бүйтіп қосамыз, 2 және 11. Сонда осы 3 санның ортақ бөлгіші, ең үлкен ортақ бөлгіші, яғни 110, 154, 286-нікі 2 мен 11-дің көбейтіндісі болып тұр. Ол дегеніміз 22. 90 126 162-ні жүктейтін болсақ, осылай жүктеледі. 3-ке бөлеміз 5, 5-ке бөлеміз 1. 126 2-ге бөлінеді, 63 13-ке бөлеміз. 21 3-ке бөлінеді, 7. 162 2-ге бөлінеді, 81 81 3-ке бөлінеді, 27 27 3-ке бөлеміз, 9 9 3-ке бөлеміз, 3 3-ке бөлеміз 1. Ортақтарын табатын болсақ, бізде 2 үшеуіне де ортақ, және мына 3 те ортақ болды. Енді жазамыз. Ең үлкен ортақ бөлгіші осы 90 126 162-нікі, яғни 2 көбейтілген 3 көбейтілген 3, ол дегеніміз 18.